Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен мамықтай жұп-жұмсақ болып дайындалатын дәмді, тәтті тоқаштар дайындап үйренетін боламыз, яғни булочкилар. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Шұңғыл ыдысқа жылы сүтімізді құямыз, кейін үстіне жылы суымызды құйып, қантымызды салып, ашытқымызды саламыз. Кейін үстіне өз қалауыңыз бойынша ванилин қоссаңыз болады. Одан кейін ас қасықтың көмегімен 3 ас қасық ұн салып, жақсылап біріктіріп, араластырып, бетін жауып 15-20 минутқа қоя тұрамыз. Он 15-20 минут өткен соң ашытқымыз осылай көтеріледі, видеода көріп тұрғандарыңыздай. Кейін үстіне сұйық майымызды құйып, жұмыртқамызды салып, тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз, біріктіріп. Кейін үстіне ұнымызды електен өткізетін боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, барлығын бір уақытта салмаймыз, 2-3 бөлікке бөле отырып, електен өткізіп, жақсылап жұмсақ етіп қамыр дайындайтын боламыз. Қамырымыз міндетті түрде жұмсақ, кішкене қолға жабысатындай болу керек. Барлығын біріктіріп болған соң, ең соңында үстіне сұйық май құйып, қолымыздың көмегімен жақсылап басып, бетін жауып қоятын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, сұйық майдың көмегімен жақсылап бетін басып, қолымыздың көмегімен кейін бетін жауып, жылы жерге 2 сағатқа орап қоя тұрамыз. 2 сағат өткен соң қамырымыз осылай бүп-биік болып көтерілетін болады. Кейін сұйық майдың көмегімен видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырымызды жақсылап басамыз. Кейін әртүрлі формаларға келтіріп, тоқаштарымызды дайындайтын боламыз. Әрине сұйық майдың көмегімен. Кейін пергамент қағазының үстіне қатты жақын қылдырмай қойып, бетін матамен жауып, тағы да 15-20 минутқа қойсаңыз, тоқаштарыңыз одан сайын көтеріліп, жұп-жұмсақ болып пісетін болады. Он 15 минут тұрған тоқаштарымыздың үстіне жұмыртқаның сарысын немесе жұмыртқаны жағып, қызып тұрған пешке пісіріп аламыз. Мінекей осылай тоқаштарымыз жұп-жұмсақ болып дайындалады. Міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін, және де тапсырысқа да дайындасаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын.